Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Глубокое ауданы бойынша білім бөлімінің Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі Казгумарова Гүлнара Казгумаровна боламын. Сіздерді өзімнің сабақтарымда қолданылатын әдістермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан тарихы бойынша функционалдық сауаттылықты дамыту әдістемесі. Бұл әдістемелік құрал Қазақстан тарих пәнін оқыту арқылы 10-11 сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Құралда тарихи деректерді талдау, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, ақпарат көздерімен жұмыс істеу және өз көзқарастарын дәлелді түрде білдіру қабілеттерін дамытуға арналған тиімді әдістер ұсынылады. Бұл әдістемелік құрал тарих пәні мұғалімдеріне, білім беру саласындағы мамандарға және оқушылардың функционалды сауаттылығын дамытуға мүдделі барлық тұлғаларға арналған. Келесі, сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Сын тұрғысынан ойлау, ақпаратты талдау, бағалау және интерпретациялау қабілеті. Бұл әдіс оқушылардың тарихи оқиғаларға өздігінен баға беруіне, әртүрлі көзқарастарды салыстыруына және дәлелді қорытынды жасауына мүмкіндік береді. Бұл бойынша сабақтарда осындай практикалық тапсырма орындауға болады. Тарихи тұлғаның әрекетін бағалау. Оқушыларға белгілі бір тарихи тұлғаның өмірі мен қызметі туралы деректер ұсынылады. Олардың міндеті тұлғаның әрекеттерін сын тұрғысынан бағалап, оның тарихқа қосқан үлесін анықтау. Келесі, ол проблемалық оқыту әдісі. Проблемалық оқыту оқушылардың алдында шешуді қажет ететін тарихи мәселелерді қою. Бұл әдіс оқушыларды зерттеу жұмыстарына ынталандырып, өздігінен білім алуға жетелейді. Мәселелерді шешу барысында оқушылар тарихи деректерді талдап, әртүрлі шешімдерді ұсынып, олардың салдарын болжауы керек. Оған байланысты мынандай практикалық тапсырманы орындауға болады. Қазақ хандығының құрылуындағы негізгі мәселелер тақырыбында зерттеу жұмысын жүргізу. Оқушыларға хандықтың құрылуына байланысты әртүрлі дерек сөздер ұсынылады. Олардың міндеті деректерді талдап, негізгі мәселелерді анықтап, олардың шешу жолдарын ұсыну. Пәнаралық байланыстарды қолдануда тарихты басқа пәндермен, география, әдебиет, тағы да басқа пәндермен байланыстыра оқыту. Бұл әдіс тарихи оқиғаларды жан-жақты түсінуге және олардың мәдени, әлеуметтік және экономикалық контекстегі рөлін анықтауға көмектеседі. Мысалғы, практикалық тапсырма жүргізсек. Ұлы жібек жолы және географиялық ашылулар тақырыбында эссе жазу. Оқушыларға Ұлы жібек жолының тарихи және географиялық маңызы туралы ақпарат ұсынылады. Олардың міндеті тарихи және географиялық деректерді байланыстыра отырып эссе жазу. Тарихи құжаттар мен жұмыс. Бастапқы дерек сөздерді, жазбалар, фотосуреттер, карталар, талдау және интерпретациялау. Бұл әдіс оқушылардың тарихи деректерді түсіну, олардың авторлығын анықтау және тарихи контекстін бағалау қабілеттерін дамытады. Бұған байланысты революциялық Қазақстан тақырыбында құжаттарды талдау. Оқушыларға сол кезеңдегі газет мақалалары, хаттар және фотосуреттер ұсынылады. Олардың міндеті құжаттарды талдап, революцияның себептері мен салдарын анықтау. Дебаттар ұйымдастыру. Дебаттар оқушылардың белгілі бір тарихи мәселелер бойынша өз көзқарастарын қорғауы. Бұл әдіс оқушылардың сын тұрғысынан ойлау, дәлелді сөйлеу және қарсыластарының пікірлерін тыңдау қабілеттерін жетілдіреді. Мысалғы, Қазақстандағы жаңа экономикалық саясаттың жетістіктері мен кемшіліктері тақырыбында дебат ұйымдастыру. Оқушылар екі топқа бөлініп, жаңағы Қазақстанның жаңа экономикалық саясаттың жақсы және жаман жақтарын дәлелдеулері керек. Жобалық жұмыстар жүргізу.
Жобалық жұмыстар оқушылардың тарихи тақырыптар бойынша өздігінен зерттеулер жүргізуі және нәтижелерін презентациялауы. Бұл әдіс оқушылардың зерттеу дағдыларын, ақпаратты жинау және талдау қабілеттерін, сондай-ақ шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын дамытады. Бұған байланысты Қазақстанның тарихи қалалары тақырыбында жоба дайындау. Оқушыларға Қазақстанның тарихи қалаларын бірін зерттеп, оның тарихы, мәдениеті және архитектурасы туралы презентация дайындау тапсырылады. Карталар мен хронологиялық кестелерді талдау. Тарихи оқиғалардың географиялық және уақыттық контекстін түсіну. Бұл әдіс оқушылардың тарихи процестерді жүйелеуі, олардың арасындағы байланыстарды анықтау және тарихи кеңістіктегі өзгерістерді бағалау қабілеттерін дамытады. Бұған байланысты Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің пайда болуы мен дамуы тақырыбында карталарды талдауға болады. Оқушыларға әртүрлі тарихи кезеңдерге тиесілі карталар ұсынылады. Олардың міндеті карталарды талдап, мемлекеттердің пайда болуы мен дамуын, олардың аумақтық өзгерістерін және саяси шекараларын анықтау. Құрметті әріптестер, бұның барлығы сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.